Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге қызылша қосылған капустадан ащы салаттың рецептісін көрсететін боламын. Бұл салаттың дәмі мүлдем басқаша, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай және бір ғана капустадан жасасаңыздар болады. Ең алдымен осылай бір штук капустамызды алып аламыз, ортасындағы өзегін алып тастаймыз және оны ыңғайлы болу үшін майда бөліктерге бөлетін боламыз. Видеодағыдай етіп кесіп алыңыздар. Барлығын бірден турап тастап жатырмын, дайын қылып. Ал егерде олай жасамайтын болсаңыздар, төртке бөліп жасап дайындай берсеңіздер болады, яғни үлкен ірі бөлікте қылып. 2 штук сәбізімізді домалақ етіп тураймыз, 1 штук қолдансаңыздар да болады. Және қызылшамызды тураймыз, яғни мендегі қызылша 2 штук қызылша, соны қиғаштан турап аламыз және бір бас сарымсағымызды видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз жіңішке қылып. Және осыған үстіне құятын суымызды дайындаймыз. Ол үшін 2 литр суға 4 ас қасық тұз саламыз және 2 ас қасық қант салып араластырамыз. Салқын су бізде. Оның үстіне 4 штук лавр жапырағы және 1 шай қасық қара түйір қара бұрыш салатын боламыз. Сонымен қатар 70%-тік 1 шай қасық уксус құямыз. Сосын барлығын араластырамыз. Осы суымызды қайнатып аламыз. Қайнаған суымызды ыдысымызға құямыз. Неге ыдысқа құйып болғаннан кейін 2 литр су жетеді қыздар. Оның үстін басамыз. Тәрілке қойып қоямыз, үстіне ауыр затты қоямыз. Мінекей тәрілкеге осылай су шығып кетеді. Егер су шықпаса ештеңке қылмайды қыздар. Қайтадан үстіне су құйып қажет емес. Өзінің суы, ана капусталар ыстық суға шамалы пісіп, төмен қарата түсетін болады, яғни басылатын болады. Қазір бізде барлығы ірі болып, үлкейіп тұр ғой. Сол үшін шамалы басылғаннан кейін оның суы бетіне қарата көтерілетін болады. Сол үшін суы аз болып қалды деп уайымдап, қайтадан үстіне су құйып қажет емес. Мінекей барлығын осылай батырып қоямыз суға. Осылай қасықтың көмегімен суға батырып қойсаңыздар болады. Одан кейін үстіне тәрілкесін қоямыз. Қолымызбен бір басып жібереміз. Көрдіңіздер ме? Уже су шығып жатыр. Олай қатты басып та керек емес. Мен сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Яғни үстіне су шығып кетеді деп. Мінекей үстіне ауыр затымызды қоямыз. Енді осыны бөлме температурасында 2 күн сақтаймыз. Міндетті түрде бөлме температурасы болу керек. Біраз уақыт өткеннен кейін осылай біздің капустамыз басылғаннан кейін суы бетіне қарата шығатын болады. Тиіспейміз, 2 күн бойы тура осы сол қалпында тұра береді. Ашып, қараудың қажеті жоқ. Мінеге 2 күн өтті, 2 күннен кейін осылай ыдысын алып тастаймыз бетіндегі. Біздің капустамыз дайын болды. Капустамыз өте тырлап, керемет болып шығады. Бойында уксус бар болғаннан кейін кішкене қышқылтым дәмі болады. Бірақ ол капустаның өзінің дәмімен керемет үйлеседі. Негізгі бұл салаттың ерекшелігі де сонда. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлығын бір кішкентай ыдысқа салып, суымен қосып саласыздар. Қыздар, сусыз салсаңыздар капусталарыңыз кеуіп қалады. Сол үшін суымен қосып, бір кішкентай ыдысқа, шағында ыдысқа салып алып, холодильникке қойсаңыздар болады. Немесе банкаға салып, ең оңай, ең сенімді түрі бұл банкаға салу, яғни банкаға салып аласыз, суымен қосып құясыз. Сосын холодильникке салып қоясыз. Керек уақытында алып, ашып, жеп жүре беретін боласыздар. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар және басқа да видеоларды қарап шығыңыз. Сізге мүмкін ұнаған болса, каналым ол кезде мен сізді өзімнің каналымда күтетін боламын. Және қысқа арналған басқа да салаттардың рецептісін менің каналымнан көре аласыздар. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Қызылшамыз капустаның бойына сіңіп, розовый, әдемі түсті капуста салатымыз дайын болды. Сіздерде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын және келесі видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыз. Келесі рецептте квашеный капустаның рецептісін бөлісетін боламын. Сіздерде жасап көріңіздер, ас болсын.